Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәл осындай фигуралы ойыншықтармен ойнауға болатын бірнеше ойын түрлерін көрсететін боламын. Дәл осындай Африка жануарлары болмаса да, сізде бәлкім үй жануарларының, үй құстарының, қойдың, сиырдың деген секілді суреттері, яғни дәл осындай фигуралары бар шығар. Солармен қалай ойын ұйымдастыруға болатындығын, тек қана балаларға бұл жәнегі мүйіз тұмсық, бұл зебра, ат деп қана таныстырып қоймай, бұл ойыншықтың өзін түрлендіріп бірнеше ойын түрін қалай жасауға болатындығын дәл бүгінгі видеода көрсететін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Алғашқы ойынымыз жануарларды жуындыр деп айтылады. Бұл ойынның негізгі мақсаты жануарларға қамқорлық көрсету, жылулықты таныту мақсатында ойнатсаңыздар да болады. Және де бұл ойын балада координациясын, крупная моторикасын, яғни ірі моторикасын дамытады. Бұл ойынды балаға 10 айынан бастап, не болмаса 1 жасынан бастап ұсына берсеңіздер болады. Біз бұл жерде ойыншықты краскамен, кәдімгі сурет салғанда қолданатын акварель краска, не болмаса гуашпен жөн ғана бұлғап қоясыз. Бала соны щеткамен, не болмаса губкамен тазалауы қажет болады. Сонымен қоса мен арнайы ыдысқа суды құйып сіздерге ұсынып отырмын. Сіздер балаға раковинаның алдында да осы ойынды ойната берсеңіздер болады. Ең биікке жирафты, ең аласаға тигрді қой. Алдыңғы ойынға кішкене түсіндірме жүргізіп кетейін. Бала ең биік, ең аласа ұғымын білгеннен кейін барып, дәл осы ойынды ойнасаңыздар болады. Не болмаса, сол ең биік, ең аласа ұғымын балаға үйрету кезінде де осындай ойыншықтарды қолдансаңыздар болады. Құрметті оқырмандарым, сонымен қоса мен ертең сіздерге осы туалетная бумагамен ойналатын ойын түрлерін сіздерге ұсынбақшымын. Сол үшін егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, және де колокольчикті басып кетіңіздер. Өте қызықты ойындарды сіздерге ұсынатын боламыз. Ал біздегі келесі 3-ші ойын түріне келетін болсақ, бұл жануарларды құтқар деп аталынады. Жануарлардың пішіндерін жіппен, не болмаса изолента, скотчпен орап тастаймыз. Бала соны қайшының көмегімен, не болмаса 1 жастағы балаға қарапайым түрде үлкен бауларымен орап қойсаңыз, бала соны жаймендеп шешіп жануарларды құтқару қажет болады. Соңғы 4-ші ойынымыз лото деп аталынады. Бұл балаға жаңа ұғымды үйрету мақсатында қолдансаңыздар болады. Баланың логикасын да дамытады. Яғни алдын ала жануарлардың суреттерін шығарып алып, балаға сәйкестендіру бойынша тигрге тигрдің пішінін қой деген секілді солай балаға ойнатсаңыз болады. Артық шығын қажет етпейді, тек қана сізден ниет пен қалау болса жеткілікті. Құрметті оқырмандарым, бүгін сіздерге ұсынған ойындарым осындай. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк қалдырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден сондай бір кері байланысты күтемін. Каналымның дамуы үшін бұндай сіздер жақтан келетін әрекет өте маңызды. Және де экран бетінде көрініп тұрған менің видеоларымды көріп, оларға да қолдау білдіре кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.